Сәлематсыздар ма, құрметті оқырмандар. Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы сіздердің назарларыңызға қуатты мемлекетті бірге құрамыз атты видеошолуымызды тамашалауға шақырамыз. 2021 жылғы 1 қыркүйекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына өз жолдауын жариялады. Бұл жолдауда ел басшысы Қазақстанның алдағы даму стратегиясын айқындап берді. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев пандемиядан кейінгі кезеңдегі елді одан әрі дамытуға, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға, сапалы біліммен қамтуға, өңірлік саясатты жетілдіруге, еңбек нарығында тиімді экожүйе құруға, саяси жаңғыруға, адам құқығын қорғау мен ұлтты ұйыстыруға бағытталған бастамаларын жариялады. Сондай-ақ президент ел тәуелсіздігін 30 жылдығына арнаған сөзінде: "Ең басты жетістігіміз біртұтас ел болып, жаңа мемлекет құрдық, іргемізді бекітіп, еңсемізді тіктедік, халықаралық қауымдастықтың белді мүшесіне айналдық, тұрақты қоғам қалыптастырып, орнықты даму жолына түстік, мемлекеттілігімізді нығайту үшін бір ел болып еңбек етіп жатырмыз" деп атап көрсетті. Президент жолдауынан кейін оны асыру үшін Қазақстан үкіметі жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарын жасады. Жоспар жобасы жолдауда көтерілген мәселелерге негізделіп, 5 бастама 7 бағыт бойынша жүзеге асыру белгіленіп қолға алынды. Президенттің 5 бастамасын іске асыру мақсатында келесі іс-шаралар жүзеге асырылуда. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы 60 мың теңгеге дейін көтерілді. Бизнесті жұмысшыларының еңбекақысын көбейту, ынталандыру бойынша шаралар дайындалып жүзеге асырыла бастады. Микро және шағын кәсіпкерлік үшін еңбекақы төлеу қорынан бірыңғай төлем енгізілуде. 2022 жылдан 2025 жылға дейін жекелеген санаттағы азаматтық қызметкерлердің жалақысын жыл сайын орта есеппен 20%-ға ұлғайту іске асырыла бастады. Зейнетақы жинағын жеткілікті мөлшерінің шегінен асатын бөлігін тұрғын үй сатып алу үшін отбасы банктегі есепшотын аударуға рұқсат беру мүмкіндігі берілді. Жолдауда еліміздің сындарлы кезеңдегі әлеуметтік экономикалық дамуының басым бағыттары егжей-тегжейлі сараланып, оларға қол жеткізудің жаңа мазмұнды жолдары көрсетілген. Жолдау елімізді өркениет өрісінің жаңа белестеріне бастамақ. Қорыта келгенде, президент жолдауда белгіленген елімізді дамыту стратегиялық іс-қимылының нақты нәтижелерін бүгінгі өмірімізден көріп отырмыз. Қоғамымызда тың жаңарулар мен соны серпіндері байқалуда. Рухани жаңғыру арқылы табысты ел болып, нұрлы болашаққа сенім мен үміт біріктіріп, бірлік туын астында тату-тәтті болайық. Ел президенті жолдауы туралы мағлұматты Егемен Қазақстан, Казахстанская правда газетінен және Ақорда сайтынан оқи аласыз. Сонымен қатар біздің әмбебап ғылыми кітапханасында танысуға болады. Осымен қуатты мемлекетті бірге құрамыз атты видеошолуымыз аяқталды. Көңіл бөліп қарағаныңызға көп-көп рахмет.